Достар, ассалаумалейкум. Алдында осы жерден Prado алған болатынбыз. Мынау LX 600 комплектация VIP полный. Бағасы бұлардың 780 мың мен 810 мың дирхамның арасы, цветтеріне байланысты. VIP-тің бағасы 4 орын. Полный фарш қой бұл. Мен сіздерге көрсетейін. Объем 3.5 твин турбо. Міне VIP комплектация дейтін осы да. 2 орындық, тек бұлқып, тек отыратын жер ғой, мына жерге барды. Олар шұқып, біз шұқып көрген жоқпыз, білмеймін. Шұқитын адамдар хабарласыңыздар. Полный фарш. Присоскамен. Бұл анаған қарағанда биік, байқадыңыздар ма? Мынау тоже LX 600. Бұл VIP болғаннан кейін мощта. Бұл машина монтажда видео түсіріп қажет жоқ. Өзі монтаж болып тұр ғой осы жерде. Достар, алдарыңызда Hyundai Palisade 2021, документ 2022. Комплектация голография дейтін полный комплектация. Титанкісінен алдыңғы мордаларынан байқасаңыз болады. 360 камера, бесключевой доступ. Комплектация полный. Память сидений, уже ар жақтарын айтпасам белгілі, полный дегеннен кейін. 3 қатарлы, ортада капитанский сиденье. Полный дисплей, черный потолок, 2 люкпен, сборка Канада, пин-код, жылы 2021 октябрь. Бағасы, кстати, 120 мың дирхам, доллармен есептеген кезде 32.786 доллар. Кімге қызық, хабарласамыз. Қазір подключ бағасын есептеп жазып қоямын. Астына 3D полиг бар, оның барлық жерін. Набитін деген накидкісі артында жатыр. Үшінші қатар сиденье құлайды. 3D полигтармен. Двухзонный климат-контроль. Белый на черном деген. Осындай. Алам дегендеріңіз задатқа жіберіп бұрын жасаймыз. Машина жанып тұрады. Camry 55 американец. Жылы 2017. Ilкі бойынша. Екінші ай. Тарфаксын терсеңіздер. Так, мына повреждениемен келіп тұр. Пробег 73 мың, ешқандай чек жанып тұрған жоқ. Машина вот, кондер ұрып тұр, коробка дерзкий, плавающее сиденье. Так, 2.5 SE комплектация, салондар дерзкий, ешқандай airbag атылмаған, лобовой трещин. Так, багаж артынан ешқандай удар болмаған, қараңыздар. Как новый ғой, полигін салып, пайдаланып үлгермеген сияқты машинасын суға алғанда. Как новый. Запаскасы бар. Так, енді повреждениесіне келетін болсақ, мына жерде задний камерасы бар. Багажник четко жауып тұр. Қара түсті. Повреждениесі мынау. Мына жерден болған мына ходовкасы жиналады. Есік ауысады, крыло ауысады. Так, бұның бағасы под ключ мынаның бәрін жасатуымен 9 миллион 500, 9 миллион 600 плюс-минус шығып тұр. Капот ашып көрсетіп жіберейін сіздерге. Капот бәрі целый. Мотор жұмыс жасау жақсы. Көбіне мына жерден удар болғанда, мынау моторға қарай тақалып кетеді, или мотор жақындап кетеді, подошва сып кетеді деген сияқты. Мына жерде бәрі четко ровно. Мына амортизатормен чашкышынан орында. Капот оригинал. Лобовой ауысады, трещин берген. Так, крыло ауысады, ходовка жиналады, есік ауысады. Болды. Іштен ешқандай повреждение болмаған салонда. Көріңіздер. Міне. Бәрі орын.
ана жер сәл келмей тұр, оның бәрі есеп басқан кезде келеді. Камера 55 сұрап қоймай жүргендер хабарласамыз, жақсы вариант. Ремонттап жібереміз, ана жерін қорықпаңыздар. Ремонтымен бәрімен жалтырап баруымен 9 миллион 500, 9 миллион 600 под ключ Ақтауға барады. Осы жерде тұрған бағасы, мынаның өз бағасы 9.000 бірдеңе доллар. Ремонтына 1.500 доллар кетеді деп ойлап тұрмын енді, аналардың дұрыс-дұрысынан салатын болсақ. Сонда қанша болды, аржан есептейміз. Қазір мен сізге полный астына толық жазып беремін. Вообще дерзкий, маған ұнады. Оригинал капот. Четко жауып тұр. Покрышкалар да жақсы. Есі. Ішіне отырғанда приятный иіс шығады. Airbag атылмаған, удобный емес, ар жағына удар болған. Жақсы вариант деп ойлаймын өз басым. Задний камера. Коробка. Ауысу әдемі. Мультируль барлығы жасап тұр. Сенсорный экран. Хабарласаңыз достар. Достар, мына ялантыра 50 мың дирхамыз қазір доллармен санап берем. 3.65-3.66-ға или 3.65-ке бөлесіздер, сол кезде доллардың бағасы шығады. Біреулер 3.66 мен, біреулер 3.65 пен бөледі. Так, енді машина жағдайына келетін болсақ, алдында ешқандай повреждение жоқ. Как деп қойған, вообще оригинал. Бесключевой доступ жоқ. Салон велюр. Дисплей емес. Так, 2021 январда шыққан. Ең кодын бір көріңіздер. Контейнерден келген жақында. Так, ешқандай airbag атылмаған, салон таза, ана жерлерін жуып жүру керек. Так, артына келетін болсақ, артында да тоже airbag ештеңе атылмаған. Ана жерлер шаң болып жатыр. Мына артында несі. Так. Несін повреждениесін көрсетейін. Мынау ғана. Мынау түзеуге келеді. Ходовкасын жинаймыз. Мовидан. Бамперді ауыстырамыз. Или осын сал десеңіз. Клиент қалай айтады, солай жасап береміз. Новый болсын, новый. Жаса десе, жасауға келіп қояды сияқты. Тек мына жерін жалғайды ғой. Балқытып. Мынау ауысады. Мынау сау. Багажник майыспаған. Просто мынадан көтеріп тұр тек. Мына есік сау. Тек мына жер ғой жасалатын. Мына пластигін сатып аламыз. Вот. Ремонтын есептету керек источникті. Жақсы вариант, но тоже. Алдында тоже бампер түсіп қалған, артына сәл удар болған. Бұдан сәл 800 долларға ма қымбат болды. Мынау да дәл сондай. Хабарласамыз достар. Әдемі вариант.